Өз-өзіне тұрмысқа шыққан 30 жастағы әйел тойына $4000 аса қаражат жұмсаған. Егер де әртүрлі жаңалықтар мен ақпараттардан хабардар болып жүргіңіз келсе, арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыз болады. 30 жастағы америкалық Дэнни есімді әйел өзіне тұрмысқа шығуды ұйғарып, салтанатты неке қию рәсімін ұйымдастырды, деп хабарлайды Казнор.kz Mirror басылымына сілтеме жасап. Басылымның ақпаратына сенсек, Дэнни өзінің тойына $4000 астам қаражат жұмсаған. 2022 жылғы 10 желтоқсанда 30 жастағы Дэнни отбасы мен достарын жинап салтанатты түрде той жасаған. Кеште қалыңдықтың 9 құрбысы болған. Олардың бірі тойда неке қию рәсімін жүргізген. Ол Дэнниден өзіңді бағалауға, жақсы көруге және сыйлауға уәде бересің бе деп сұрағанда, Дэнни уәде беретінін ант етіп, алдында тұрған айнадағы өз бейнесін сүйген. Дэннидің айтуынша, бұл салтанатты кеш оған өзіне деген махаббатын ашық айтып, өзін қаншалықты бағалайтынын көрсетуге мүмкіндік берген. Бала кезімде тойларда жиі болдым. Мұндай салтанатты кештердегі қуаныш, махаббат, адалдық санамда қалды. Сондықтан ерекше күнімді отбасыммен, достарыммен бөліскім келді. Өткен өмірімде қиын сәттер болғандықтан ұзақ уақыт бойы өзімді жақсы көрудің не екенін білмедім. Бұл мені өз-өзіме тұрмысқа шығуға шабыттандырды. Өзім үшін өмір сүруді қолға алып, бәрін жаңадан бастау үшін осылай жасадым, дейді Дэнни. Дэннидің отбасы бұл идеясын бірден қолдамағанымен, уақыт өте келе оның шешімімен келісіп, тіпті тойды өткізуін батылдық деп бағалаған. Егер де әртүрлі жаңалықтар мен ақпараттардан хабардар болып жүргіңіз келсе, арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыз болады.